Сәлеметсіңдер ме, құрметті білім алушылар? Қазақ тілі 7-ші сынып. Бүгінгі сабақтың тақырыбы талаптыға нұр жауар. Мұғалім мен Мұхаммадиева Меруерт Багдавлетовна. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты. Сабағымызды бастамас бұрын, оқушылар жаңа сөздермен таныс болайық. Жаңа сөздер: жоба жұмысы, проектная работа, талапты, целеустремленный, имеющий стремление, инициативный, талапты ерге нұр жауар. Бұл тамаша мақал. Расторопного находит счастье. Талапты сөзінің синонимдері балалар назарға салып қарайық. Дарынды, қабілетті және талантты. Бұл талапты сөзінің синонимдері екен. Жаңа сөздерді дәптерімізге жазып аламыз. Записываем в словарную тетрадь. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Енді оқулықты ашып, екінші тапсырмамен жұмыс жасаймыз. Жазу. Берілген қатардан талапты сөзіне синоним болатын сөздерді тап. Сол сөздерді қатыстырып, тіл үйренуге байланысты өз сөйлем құрап жаз. Найдите синонимы на слово талапты. Составьте 3 предложения. Я, балалар, осыдан біраз уақыт бұрын біз жаңағы талапты сөзінің синонимдерімен танысқан болғанбыз. Енді мына қатардан талапты сөзіне сәйкес келетін синоним сөздерді тауып, өз сөйлем құрастырып жазамыз. Тіл үйренуге байланысты өз сөйлем. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Құрметті білім алушылар, өткен сабақтарда сендермен көмекші есімдермен таныстқан болатынбыз. Енді көмекші есімдерді есімізге сақтап қайталайық. Үстінде, астында, алдында, артында, ішінде, сыртында, арасында, жанында, қасында, маңында, қарама қарсы. Сол жағында үстелдің, оң жағында. Осы суретті пайдалана отырып, көмекші есімдерді қайталап, есімізге бір түсіреміз. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Енді балалар, 10-ші бет 4-ші тапсырманы ашайық. Мәтінді тыңда, оқы. Прослушай текст, прочитай. Анна сабақтан кейін мектептегі қазақ тілі үйірмесіне қатысады. Үйірмеде олар қазақ тілін үйренеді. Ақын жазушылардың шығармаларымен танысады. Анна Мұқағали Мақатаев оқуларына қатысты. Жарыстың алдында ол жақсы дайындалды. Анна ақынның өлеңдерін мәнерлеп оқып, бірінші орын алды. Осы байқаудан соң оның қазақ тіліне деген қызығушылығы арта түсті. Анна өте талапты, ақылды, ізденімпаз оқушы. Ол түрлі әдеби шығармаларды, әсіресе поэзияны ерекше ұнатады. Анна оқу жылының басында Мұқағали Мақатаев шығармашылығы туралы көп материал жинады. Оның үстіне әпкесі жобаға қатысуға кеңес берді. Анна жоба жұмысын да жоғарғы деңгейде дайындады. Жоба жұмысы көп ізденуді талап етеді. Анна жоба жұмыстары бойынша мектеп оқушыларының қалалық байқауына қатысты. Байқауда терең білімін, тіл байлығын, шешендік өнерін көрсетіп, жеңімпаз атанды. Байқауға қатысушылардың арасынан ол өзіне жақсы достар тапты. Талаптыға нұр жауар деген осы. Енді оқушылар, мәтінмен жұмыс жасаймыз. Мәтіндегі басты кейіпкер бізде Анна. Главный герой тексте это Анна. Енді кейбір сөздердің аудармасына түсінік берелік. Қазақ тілі үйірмесіне кружок казахского языка, ақын жазушылар, поэти, писателей,
қатысты участвовала. Жарыс, конкурс. Бірінші орын алды, занимала первое место. Қызығушылығы арта түсті. Қызығушылық, интерес. Интерес к казахскому языку. Түрлі әдеби шығармаларды, разные литературные произведения. Шығармашылығы. Мұқағали Мақатаев шығармашылығы, творчество Мұқағали Мақатаева. Әпкесі, старшая сестра, кеңес берді, посоветовала. Жоғарғы деңгейде дайындады. Жоғарғы деңгейде на высшем уровне. Приготовила на высшем уровне. Жоба жұмысы, проектная работа. Қалалық байқауы, городской конкурс. Терең білімін, глубокое знание, тіл байлығын, языковое богатство, шешендік өнер, ораторское искусство. Жеңімпаз атанды, стала победителем. Байқауға қатысушылардың арасынан среди участников конкурса жақсы достар, хорошие друзья. Талаптыға Нұржауар деген осы. Расторопного находит счастье. Бұл тамаша мақал. Құрметті оқушылар, мәтіндегі кейбір сөздердің мағынасына түсінік бердік. Енді толыққанды түсінікті болды деген ойдамын. Жарайсыңдар балалар, жақсы. Келесі кезекте біз 11-ші бет 5-ші тапсырмамен жұмыс жасаймыз. Найдите из текста служебные имена и напишите. Мына сөйлемдердің арасынан көмекші есімдерді тауып жазамыз. Осы мәтін бойынша тағы бір тапсырма балалар. Әр сөйлемге сұрақ қой. Задайте вопрос каждому предложению. Анна өте талапты, ақылды, ізденімпаз оқушы. Мысал ретінде, бұл мәтіндегі ақпаратқа біз ақпарат қолдана отырып сұрақ қоямыз. Анна қандай оқушы? Сұрақ қоямыз. Сұрақ. Және де оны мұқият мәтінді оқыдық. Осы мәтінді оқу барысында алған ақпараттарды қолдана отырып, біз балалар сұрақ қоямыз. Жарайсыңдар балалар, өте тамаша. Сендердің қолдарынан келді. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Келесі кездескенше